Өт жолдарының аурулары бауырда түзілген өтті өт қабынан ішекке жеткізетін өт жолдарының қабынуы, бітелуі немесе қызметінің бұзылуы. Бұл аурулар ас қорыту процесіне кері әсер етеді. Себептері: дұрыс тамақтанбау, майлы, ащы тағамды көп жеу, өт тастарының пайда болуы, инфекциялар, бактериялар, паразиттер, қимыл қозғалыстың аздығы, артық салмақ, стресс, жүйке жүйесінің бұзылысы. Белгілері: оң жақ қабырға астындағы ауырсыну, ауызда ащы дәмнің сезілуі, жүрек айну, құсу, іштің кебуі, тәбеттің төмендеуі, терінің және көздің сарғаюы. Ауыр жағдайда алдын алу жолдары: дұрыс әрі уақытында тамақтану, майлы, қуырылған тағамды азайту, күніне жеткілікті су ішу, қозғалысты көбейту, спортпен шұғылдану, дәрігерге уақытылы қаралу, стресстен аулақ болу. Денсаулықтарыңызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстаныңыздар. Сау болыңыздар.